Өтініш үйге ішіп келмеңізші. Сіз ішпеген сайын көшедегілердің барлығы айтады, маған әкең алқаш деп. Анау алқашты қараш. Сенің алқаш әкең екен ғой. Сен сонда алқаштың қызысың ба? Дұрыс қой, енді алқаштың қызы болған соң алқаш деп атаймыз да енді. Мам! Қызым, не болды? Аяқта әкем тағы да ішіп келіп жатыр. Ой, Құдай, әкем қоянын қайтеміз енді. Мама көшеде барлығы айта береді, алқаштың қызы деп. Мен шаршап кеттім. Кім бар, Кім бар дейміз, Шөліп қылған ба бұлар? Құлтақ болғасындар ма? Аш есікті! Аш дейм ға, бұзып көрем қазір. Мен кірамайды дейм ғадыр олар, Қасыз. Аш дейм есікті! Сыдырам ға терезен, Мен кірамайды өлі қасындар ма? Аш есікті! Не еш құлақ қойасыңдар? Кіммісіңдер? Қойсайшы, бұл несі қорқытты қойсай, қойсайшы, Кім жақындайды қазір бауыздайым, түсіндер ма? Түсіндер ма дейім? Өтініш үйге ішіп келмеңізші. Ішпеген сайын көшедегілердің барлығы айтады, маған әкең алқаш деп. Әке, өзіңіз ойламасаңыз, мына бізді ойлаңызшы. Әке, ішпей қойыңызшы сол арақты. Осының бәрін сен үйреткесің ғой, сен қатын я? Саламатсыз ба? Қалайсыз, Камила апай? Саламатсыз ба, келіңіз. Келдік. Ой, барлық жер тап-таза ұстабасыз ғой. Қалайсыздар? Айдың ақыры болып қалды, келдік, аренданы сұрап. Аренда квартираның ақшасын 2 айды жинап берсем бола ма? Жеткізе алмай жатырмын. Оңай емес, 7 балам асырауда. Осы маған бір қызықты, күйеуіңізден бір хабар бар ма негізі? Жоқ, хабарсыз кетті. Соңы 2 жыл бұрын келген, есіктер, терезелер сындырып, пышақ көрсетіп солай кеткен. Содан хабар жоқ. Балдарынан да хабар алмайды. Сол кеткеннен мүлдем хабарласпады ма? Жоқ. Оңай емес сізге де. Онда келесі айда келем ғой әпше. Барынша турлап қойсаңыз жақсы болар еді. Жақсы, сау болыңыз. Сіздер көрген дәл осы бейнеролик жай ғана кино емес. Дәл осы отбасының бастан өткен шынайы оқиғасының кішкене ғана бір үзіндісі. Бұл жалғыз басты ананың қаншама қиындық көргенін енді айтып жеткізе алмадық, бірақ осы кішкене үзіндісін көрсеттік. Енді осы отбасының үйлі болуына баршамыз себепкер бола аламыз. Осылардың көз жасы, осылардың көз қуанышына, үйлі болуына атсалысақ. Қазіргі таңда біздің қорымызда 5 миллион 500 мың теңгеміз бар. Алдағы уақытта біз үй көріп қойғанбыз, қарастырып 8 миллионға. Кішкене ғана қаражат. Сізбен біз осылардың болашағы үшін, осылардың ойнап күліп, өзінің баспанасында ешкімнен ұялмайтындай жүру үшін кішкене ғана біздің көмегіміз керек. Сіз болып, біз болып, күш болып, осы отбасыға үй алып беруімізге үлкен мүмкіндік. 1 емес, 2 емес, 7 перзент өсіріп отыр. Ешкімге алақанын жаймаған осы уақытқа дейін. Кішкене қалды. Баршамыз атсалысып, осылардың көз қуанышын бірге көруімізді Алла нәсіп етсін. Баршаңызға Алла тағала разы болсын.